Бүгін біз өте қарапайым әрі жасалу жолы өте оңай, дәмді кекстер дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең әуелі менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Олай болса, кеттік бірге жасап көрейік. 4 жұмыртқамызды шағып, үстіне қантымызды сала отырып, ең төменгі жылдамдықтан көтеріп отырып, миксерлейтін боламыз. Толық көпіргенше миксерлейміз. Одан кейін ерітілген үстіне сары майымызды қосып, тағы да миксермен араластырып жібереміз. Достар, бұл рецепт бойынша мен үнемі жасаймын. Балаларыма өте қатты ұнайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен бұл жерде қаймақ қостым. Тағы да жақсылап бір араластырып миксерлеп алатын боламыз. Ең соңғы кезең ұнымызды саламыз. Ұнды мен алдын ала сетадан өткізіп, және де қопсытқышымызды қосып дайындап қойдым. Ұндарыңызды міндетті түрде сетадан өткізіп салыңыздар. Сонда кекстеріңіз өте әдемі көтеріліп пісетін болады. Мен бұл жерде ұнымды 2-ге бөліп отырып араластырдым. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бастысы жасалу жолы өте оңай әрі қарапайым. Ұнымызды 2-ге бөліп салатын боламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Крем тәріздес қоймалжың болып шығу керек. Осы рецепт бойынша менде 12 үштік шықты. Осылай кекс пісіретін формамыздың ішіне пергамент қағазын немесе осындай қағаз төсеп пісірсеңіздер болады. Бұл міндетті емес. Егер жоқ болса, ішіне май жағып пісіре берсеңіздер де болады. Және де мен осындай арнайы ыдысыммен құйып алдым. Бұл өте ыңғайлы екен. Сіздерде болмаса, қасықпен құя берсеңіздер де болады. Барлығын осылай құйып алдым. Енді алдын ала қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 20-25 минутқа пісіріп алатын боламыз. Мінекей осындай өте дәмді, нәзік әрі арасы құп-құрғақ кекстеріміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер.